Ақшаның көп мөлшерде айналатын, ерекше жарық шам жанып тұрған бір ғимаратта Винсент бір ер адамның басына қаруын тақап тұр. Ал әлгі адам да өз қаруын Винсентке бағыттаған. Винс атуды бастау үшін дұрыс сәтті күтуде, сол сәтте бұл жағдайдың қалай басталғанын есіне түсіреді. 4 күн бұрын Огайода Винс, анасы және әпке-сіңлілері әкесінің ем-домына ақша төлеу үшін үйлерін сатуға келіседі. Әкесі біраз уақыттан бері ауруханада апатқа ұшыраған. Винс күн сайын жұмысқа барар алдында әкесіне барып тұрады. Ол электрик болып істейді және әртүрлі клиенттермен жұмыс істейді. Сол күнгі клиент мистер Харрисон, ол жұмбақ хат алған және бұл кезде оның үйінің қарсы бетінде көлікте отырған полиция қызметкері суретке түсіріп жатқанын білмейді. Харрисон бұл хат туралы өзінің қыздарына айтқанда, Винс оның бұл хат маған көп ақша әкеледі дегенін естіп қала. Кешке Винс үйіне оралып, ең кенже сіңлісінің туған күнін атап өтеді және оның өз қосын армандағанын естіп күлкісі келе. Сол уақытта елдің екінші шетінде Джаспер Бегги есімді адам күмәнді адамдармен кездесіп, олардан $2 миллион қарыз алады. 3 күн ішінде 3 миллион қайтаруға уәде береді. Келесі күні Винс ауруханадағы әкесіне барғанда, дәрігер тағы бір ота қажет екенін айтады. Бұл жағдай олардың қарызын одан әрі ушықтырады. Кейін Винс мистер Харрисонның үйіне қайта барып, оның досына бұл ерекше жұмыс бір күнде көп ақша әкелетінін айтып жатқанын естиді. Харрисон бұл істі бұрын да істеген, жолы болып аман қалған. Бірақ бұл естеліктер оны мазалап жүр. Досы кеткен соң, Харрисон көңіл көтермек болып бөлмесіне кетіп, есірткіден абайсызда қайтыс болады. Біршама уақыттан кейін полицейлер барлық маңызды сұрақтарын қойған соң, Винске кетуге рұқсат береді. Бірақ кетер алдында Винс Харрисонның стеліне тоқтап, жұмбақ конвертті ұрлап кетеді. Оның ішінде Нью-Йоркке пойыз билеті мен поштадан алуға арналған түбіртек бар еді. Винс пошта бөліміне барып, куәлігін көрсетіп, хатты алады. Ол пакеттің ішінде телефон, $500, кілт және өрмекші логотипі бар хат болады. Хатта Нью-Йорктегі қонақ үйге баруға сол ақшаны пайдалануы, тек берілген телефонды қолдануы керектігі, ал кейінірек қосымша нұсқаулар берілетіні жазылған. Харрисонның қызы полицейлерге конверттің жоғалғанын айтып береді. Полиция пошта бөлімшесін тексергенде, Харрисонның посылкасын алған адамның аты ретінде Винстің аты тіркелгенін көреді. Бұл ақпаратты олар конверттер ісін зерттеп жүрген детектив Миланға жібереді. Ол Винсті аңдуға бұйрық береді. Келесі күні Винс ең жақсы костюмін киіп, Нью-Йоркке пойызбен жол тартады. Артынан полиция қызметкері аңдып бара жатқанын білмейді. Қалаға жетіп, нұсқауда көрсетілген қонақ үйге орналасады. Түн ортасында жаңа телефонына қоңырау түсіп, өзін Харрисон ретінде көрсетіп, келесі нұсқауларды алады. Келесі күні оларды бұлжытпай орындайды. Гранд Централ маңындағы пошта дүкеніне барып, кілтпен пошта жәшігін ашады. Онда жаңа конверт, тағы бір пойыз билеті. Үстінде 13 саны жазылғандығын және тағы да нұсқаулар болады. Билеттің бағыты Маком, бірақ бір аялдамадан ерте түсуі керек. Пойызда Винстен билет сұраған инспектор оның Макомға бара жатқанын полицейлерге хабарлайды. Алайда Винс бір аялдамадан ерте түсіп, біраз уақыт артықшылық алады. Келесі қадам қала шетіндегі мекенге такси жалдау. Такси кетісімен басқа көлік келіп тоқтайды. Оның жүргізушісі Джек, ол да 13 саны бар тығын көрсетіп, Винстің де сондай тығыны барын көріп, оны көлігіне отырғызады. Полицейлер такси жүргізушісінен мекен жайды біліп, бірақ кешігіп жетеді, із қалмаған. Біршама уақыттан соң, Джек Винсті орман ішіндегі ескі лашыққа апарады. Онда екі ер адам Винске жаңа киім береді, ескі киімдерін тексеріп, ішінен бірдеңе жасырмағанына көз жеткізеді, тіпті аяқ киімінің өкшесінде кесіп тастайды. Кейін Винсті басқа мекен жайға апарады. Бұл жолы бай адамдар толы үлкен сарай. Сол жерде Винс өзіне қамқоршы ретінде тағайындалған Джо есімді адаммен кездеседі. Джо оның Харрисон емес екенін бірден байқайды. Винс Харрисонның қайтыс болғанын және оның орнына келгенін айтады. Джо басқа қамқоршылардың ашуына тимес үшін оған қатысуға рұқсат береді. Сарайдың төменгі қабатында ірі сомадағы ақшаларға бәс тігіп жатқан адамдар көп. Джаспер өз қамқорлығындағы ойыншыға нөмірі 6-шы бәс тігеді, ал Джо Винске нөмірі 13-ші сенеді. Бұл бәс тігулердің барлығы орыс рулеткасына арналған. Винске тапанша беріледі, ол басқа қатысушылармен бірге шеңберге тұруы керек. Барлығы қара футболка киген және өздерінің нөмірлері жазылған. Әр адамға бір оқтан беріледі, барабанды айналдырып, алдындағы адамға қаруын бағыттайды, ал арт жағынан өзіне де қару бағытталған. Ойын өрмекші логотипі бар, жарық шам жанғанда басталады бұл ату сигналы. Кім тірі қалса келесі кезеңге өтеді. Винс қатты қобалжиды. Қаруын Джектің көмегімен ғана оқтайды. Жарық жанғанда бірнеше адам өледі. Бірақ Винс әлі атпағандықтан ойын жалғасады. Қауіпсіздік қызметі ереже бұзғаны үшін оны да атып тастаймыз деп қорқытады. Ақырында Винс бар күшін жинап, тапаншаны атып жібереді. Бақытына орай, алдындағы адам аман қалады. Бірінші кезең біткен соң, Джо Винспен жеке сөйлесіп, батыл болуға кеңес береді. Джо басқа қамқоршылары жеңілгендердің атынан жаңа бәс қабылдай бастайды. Джек Винске морфин ұсынады, бірақ Винс одан бас тартады. Сол кезде 17-ші нөмірлі қатысушы Патрик Джефферсон қамқоршысы Джиммимен сөйлесіп,
өзін бұл жерден шығарып берсе, 50 есе көп ақша төлейтінін айтады. Джимми таң қалып, егер Джефферсонда соншама ақша болса, неге осындай жарысқа қатысып жүр деген сұрақ қояды. Сонда Джефферсон өзінің түрмеде отырғанын, бір күні олар оны сәндеп киіндіріп, жәшікке жауып осы сарайға жүкпен жібергенін айтады. Ол жәшіктің ішінде 2 күн отырған. Алайда Джимми бұл оқиғаға сенімсіз қарап, көмектесе алмайтынын айтады. Сол уақытта Джаспер өз қамқорлығындағы ойыншыға Рональд Лин Багасқа қосымша бәстігулер қабылдайды. Рональд оның туған ағасы, жақында ғана психикалық ауруханадан шыққан. Джаспер оны тек осы ойын үшін шығарып алған. Екінші раунд басталады. Бұл жолы әр мылтықта 2 оқ болады. Шеңбердегі адамдардың жартысы қайтыс болады, ал Винс сәттілікпен тірі қалады. Артындағы адам оқ атпауға үлгермей қалады. Бір сәтте 16 нөмірлі қатысушы қайта орнынан тұрады. Бірақ дәрігер оны тексеріп, әрі қарай қатысуға қабілетсіз екенін айтады. Сондықтан қауіпсіздік қызметі оны атып тастайды. 11 нөмірлі қатысушы Ханс шүйкесіне ие бола алмай, күйзеліске түседі. Оның қамқоршысы Шлиндорф оған жігерлендіретін сөздер айтып, сабырға шақыруға тырысады. Бірақ бұл көп көмектеспейді. Джефферсон қайтадан қамқоршысы Джиммимен сөйлесіп, өткен өмірі туралы бөліседі. Ол бір кездері жүк көлігін тонап, түрмеге түскен. Бірақ ұсталар алдында ақшаны қауіпсіз жерге жасырған екен. Егер ол ойында жеңілсе, Джиммиден сол жерді табуын және ақшаның жартысын өзіне, қалғанын түрмедегі ұлына жіберуін сұрайды. Джимми бұл келісімді қабылдайды. Осы кезде Джаспер бәстігулерді жинап жүріп, өзінің естеліктерін еске түсіреді. Ол інісі Рональдты психиатриялық клиникадан шығарып алғаннан кейін, Рональд дәрі-дәрмектерін қабылдауды тоқтатып, өзін жақсы сезініп жүргенін айтқан. Бірақ қазіргі жағдайы олай емес. Рональд 13 нөмірлі ойыншыға қарсы шығатынын білгенде, ашуланып, Винстің басына күлсауыт лақтырады. Ал Джаспер оны тоқтатуға мәжбүр болады. 3-ші раунд басталады, және бұл жолы әр мылтықта 3 оқ болады. Қатысушылардың жүйкесі әбден тозған. Хансқа морфин беріледі, ал 3-ші нөмірлі ойыншыға ойынға қатысу үшін орындық қажет болады. Рональд Винсті итеріп, тіпті шапалақпен тартып жібереді. Бірақ жүргізуші араласып, жанжалдың өршуіне жол бермейді. Барлығы дайын болған соң, 3-ші раунд басталады. Атыс нәтижесінде тек 5 адам қалады: Винс, Джефферсон, Рональд, 3-ші нөмір және 9-ші нөмір. Бұл финалдық кезең. Дуэльге өтуге мүмкіндік береді. Үстелге 5 оралған шар қойылады, 2-і қара, 3-і ақ. Қалған 5 ойыншының қамқоршылары шар таңдайды. Қара шар түскен 2-і финалға өтеді, ал қалған 3-і босатылады. Джаспер мен Джо қара шарларды алады. Яғни Винс пен Рональд финалда кездеседі. Джасперде тәжірибелі ойыншы болғандықтан, оған көбірек бәстігіледі. Бірақ Джо Шлиндорфты 5-1 қатынаспен бәстігуге көндіреді. Жеңсе, үлкен ақша алады. Джимми Джефферсонға ақшасын алып, кете беруге болатынын хабарлайды. Бірақ киімін ауыстырып жатқан кезде, Джимми оны артынан ұстап алып, өлтіруге тырысады. Бақытымызға орай, қауіпсіздік қызметі келіп, тірі қалғандарға қол көтеруге болмайтынын ескертеді. Джефферсон Джиммиді мазақ етіп, оның сөздерге сеніп қалғанын айтып күледі. Қалтасынан бір қағазды алып шығып, оны көрсетеді. Ешқандай карта жоқ, бос қағаз. Джимми кетіп қалады. Джефферсон шын картаны әлі де өзінде сақтап отырғанын көрсетіп, оны өртеп жібереді, ақыры кетіп қалады. Финал басталмас бұрын Рональд Джасперге ашуланып, оған шабуыл жасайды. Ол бұған дейін ата-анасынан алынған ақшаны Джаспер тек өзіне жұмсап, Рональдты психиатриялық ауруханаға жауып, тек ойынға қатыстыру үшін ғана шығарғанын айтып айыптайды. Сюжет басындағы көрініске қайта ораламыз. Финалдық дуэль уақыты келген. Әр ойыншыға 3 оқ беріледі. Винс пен Рональд бір-біріне тура қарап, мылтықтарын кезейді. Атыс кезінде екеуі де тірі қалады. Бұл жолы сәттілік қатар келеді. Келесі кезекте бір оқ қосылады, және атыс нәтижесінде Рональд қайтыс болады. Винс жарыста жеңіске жетеді. Шлиндорф өз тәуекелімен тіккен бәсінен ұтып қуанады, ал Джаспер інісінен айырылып қайғырады. Бірақ ең қатты соққы Винске тиеді. Өз қолымен адам өлтіргені жанына батады. Винске берілетін ақырғы сыйақы $1,850,000. Ақшаны беріп жатқан адам оған жолы болды дейді. Себебі Рональд бұрын барлық дуэльдерінде жеңіп келген. Шлиндорф пен Джо оны құттықтап, вокзалға апарып салуды ұсынады. Винс келісім бергендей болады. Бірақ жоғарғы қабатқа өзінің заттарын алу үшін шыққанда, қатысушылар тұрған бөлме арқылы өтіп, терезеден қашып кетеді. Джек оның қашқанын байқайды. Бірақ Джоға айтқанда ол мән бермейді. Таңертең Винс вокзалға жетіп, кеше оны жеткізген такси жүргізушісімен жолығады. Бұл жаман белгі еді. Себебі жүргізуші бірден полицияға хабарлап, Винстің орнын айтады. Бақытына қарай, Винс алыстан полиция көліктерін байқап үлгереді де, ақшасы салынған сөмкені қоқыс жәшігіне тығып үлгереді. Полиция оны ұстап алып, детектив Миланға жеткізеді. Милан ақшаны сұраса да, Винс ештеңе білмеген болып, бәрін ойдан шығарады. Ол өзін Харрисон емес екенін білген соң, орманға апарып атып тастамақ болғандарын, бірақ өзі қашып құтылғанын айтып түсіндіреді. Дәлел ретінде өкшесі жұлынып қалған аяқ киімін көрсетеді. Винс күдіктілердің түрін тануға көмектесуге дайын екенін айтады.
бірақ орналасқан жерді көрсете алмайды, себебі көзі байланып болған. Басқа айғақ болмаған соң, Милан оны босатуға мәжбүр болады. Винс басқа такси ұстап, вокзалға барады. Қоқыс жәшіктерін тексере бастағанда, сөмке жоқ екенін көреді. Бірақ артқы жақта жаңа қоқыс дорбалары жатқанын байқаған соң, оларды ашып, сөмкесін тауып алады. Алайда, енді бұл ақшамен жүру тым қауіпті. Сондықтан ол пошта бөлімшесіне барып, ақшаны отбасына тіркелген сәлемдеме арқылы жібереді. Кейін анасын хабардар етіп, ертең үйде біреудің болуын өтінеді. Түнді қонақ үйде өткізген соң, Винс азық-түлік дүкеніне барып, тәтті сатып алады. Сол жерде ойыншық қозыны көреді. Қарындасы тілеген сыйлықты есіне алып, оны $100 сатып алады. Енді үйге Огайоға оралу уақыты келген. Винс соңғы пойызға отырады. Бірақ Джаспер де сол пойызда болып шығады. Әңгіме бастаған болып, жай ғана сөйлесіп отырады. Пойыз бірінші аялдамаға тоқтағанда, Джаспер Винсті атып тастап, сөмкені алып қашады. Ол ойыншық қозының ішінде ақша бар деп ойлайды. Винс соңғы сәттерінде поштаның түбіртегін жұтып үлгереді, отбасын ойлап көз жұмады.